Өз ұлын, өз ерлерін ескермесі ел тегі қайдан алсын кемеңгерді деп Ілияс Жансүгіров ұлы бабаларды жадыдан шығармауды аманаттайды. Осы бабалардың алдыңғы санатында Қаракерей Қабанбай батыр бар. Замандастары Ерасылды, Нарбала, Ізбасар, Хан батыр, Дарабоз, Көкірек, Әулие деп те атаған екен. Қаракерей Қабанбай бұл кісі нақтылы тарихи тұлға. Бұл кісі туралы мынандай бір аңыз айтады да, түнде қойыны бүлкілдеп жатады екен. Бұл кісінің бір қызыл түлкісі және қызыл жолбарысы болған екен дейді. Қызыл түлкісі қашан болсын жол көрсетеді екен, түнде болсын, күндіз болсын жаудың қай жақта екенін мөлшерлеп дейді. Ал енді жауға шапқан кезінде қасында қызыл жолбарыс жүреді екен дейді. Байқадың ба, аңғардың ба, екі нәрсе кетіп қалды. Біріншіден, жолбарыс деген айбат, күш қуат. Солай ғой. Түлкі деген түз тағысы. Оның далада білмейтін жері жоқ, білмейтін ой шұқыры жоқ. Міне осы екеуін алды Қабанбайға әкеп салады. Бірақ әкеп телді. Енді осыған сен де мен де сенбейміз, ой екеуміз де солай емес пе? Бұл енді халықтың өзінің көкейінен ойынан шығарған нәрсесі. Немесе бұлай дейді. Қаракерей Қабанбай батыр бала кезінде қой бағып, қозы бағып жүрсе, аяқ астынан күн бұзылып, мал дала қашқан ғой елді бір балалар қуып. Мен қайсы Ерасыл жоқ дейді. Ой, Ерасыл қайда кетіп қалды? Жаңағына балалар қайтадан ел жиналып, күн бұзылып барады. Апақ-сапақ болып бара жатыр. Көлдің жағасына келсе, ар жағынан бір қойды, бір қозы жетектеген Ерасыл келе жатыр екен дейді. Ай, не қылып жүрсің, қайдан шықтың десем, ана бір қозы жоғалып кетіп, соны іздейін деп барсам, тағы да бір не батпақтап тұр екен. Қой батпақты қап соны алып, өзім батпақтан жуынып шыққан осы болды деп. Содан кейін бірақ бір нәрсеге күмбілжіп кетіп қалады. Атасы байқақ болады, Мәмбет. Бұл неге күмбілжіді екен дейді. Соны бір күн қараса, ақырен жылыстап, көлге қарай кетіп бара жатқанын көріп қалады. Аңыз ғой. Мән бермейді. Екінші күн бір күн қараса, тағы да көлге қарай кетіп бара жатқанын көріп. Соны бұл соңынан түседі ғой. Не берекет мынау деп. Атасы атақты Мәмбет деген балуан болған. Жауының жерге тимеген Мәмбет балуан. Қапсағай дейді алпадап, соны соңынан ақырен көрсетпей, білінбей жүріп отырады ғой. Ол кезде бұл кісілердің тұрағы мынау бүгінгі Мағжан Жұмабаев ауданындағы Қарағаш, Қазаншұқыр деген жер қалың орман ғой, көлшік. Бір уақытта қараса, бұл кісі Ерасыл көлдің жағасына жағындағанда көлдің ар жағынан алан шықты дейді. Жолбарыстың күшігі. Өшік болған күшік Қабанбайға қарай, Ерасылға қарай бар екпінімен шауып келе жатыр екен. Мына кісі қолма-қол садағын алады ғой қолына. Өлтіреді ғой баласы. Сонда садақтатайын десе көлегейлей беріпті. Екі отақтық бұл, бір уақытта анау да жүгіреді, алан да жүгірді дейді, Ерасыл да жүгірді дейді, бір уақытта екеуі тоқтай қалып құшақтасты дейді. Сол кезде қолындағы садақ түсіп кеткен екен, түсінген екен дейді. Балам тегін бала емес екен ау менің деп. Бүгінде Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында Қаракерей Қабанбай туралы 18 дастан сақталып тұр. Тағы 3 дастан Ресей елінде. Осы 21 дастанның ең алдыңғысы 1929 жылы еңбекшілер ауданында мекен еткен Мәулет Сағынбай деген кісіден жазып алынған екен. Міне осы дастандарда атамыз дүниеден өтетін білгеннен кейін былай дейді. Жиылып тегіс ас беріп, ту биені сойыңдар, арқаға арнап, бейіт соғып, от орныма қойыңдар. Арқа туған жерін дегенді айтты. Осы кезде басын сүйеп отырған Дәулетбай батырдың келіншегі айтады. Мағриб пен Машриқтан асыл қоймай жинаған, ешілменен нұраның арасына симаған қайраған менің қайнаған деп. Мінекей квадратын шығарып берді, қайтыс болған жері. Арқа есіл нұра. Осы дастанда да мынандай сөз жүр. Айнала жел соғады Алакөлге, Алакөл сусын болған талай елге. Әркімнің өз тілі өзіне деп Қабекең көшіп кетті Сарыбелге. Жиып ап Мұқабалдың Дәулетбайда көштің басын бұрыпты ащы суға дейді. Алакөл қасымызда 80 шақырым жерде тұр. Ащы су қасымызда 35 шақырым жерде тұр. Сарыбелде отырмыз. Атақты Иман Жүсіп айтатын Абылай Аспас арқаның Сарыбелі Еремен тауымен басталады да Нұрамен аяқталады дейді. Топоним ғалымдар айтады. Бұл ғалымдардың сөзі. Жалпы аңғарсаң мен өз сөзіме ешнәрсе қоспаймын. Тегі ғалымдардың ылғи осындай деректерді айтып отырмын. Бірақ мынандай бір нәрсе бар. Шежіре, дастан, роман, поэма, кино, повесть дегендер бұл тарихи шындық жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек қана әлеуметтік және көркем шындық бар. Сондықтан осы мәселелердің бәрін біз қосымша құрал ретінде пайдаланамыз. Себебі бұлар 100 жылдан кейін, 200 жылдан кейін, 150 жылдан кейін жазылады, немесе айтылады да айтушының ыңғайына қарай кетіп қалады. Қабанбай атамыздың елінде бір дәстүрі бар, жоқтау деген.
күні бүгінге дейін қайтыс болған кісіні он шақты қыз келіншек қатын қалаш отырып алып жоқтайды. Сол жоқтаудың бір кереметі, жоқтау тура сол күні шығады ғой. Жоқтау бір күн ары бір күн бері шықпайды, сол күн шығады. Жоқтаудың ішінде мынандай сөз жүр: жиылып тегіс ас беріп қайтқан жерін айтайын есіл нұра арасы. Ағатанын шөгеріп жатқан жерін айтайын сары белдің сағасы дейді. Міне кесіп тұрып айтып берді. Бұл жаңағы шежіре аңыз дастан. Мына жерде 48 адамның сүйегі бар. Бұған 2001-2003 жылы археологиялық сараптама жасатып алдық. Жалпы 1991 жылы ең бірінші осы жерге келіп зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Талдықорған облысынан үлкен делегация келдік. Сөйтсек біздің алдымызда Семей мен Өскемен келіп жүргізіп кеткен екен. Сонда осы ауылдың ақсақалдарының айтқаны, мына жердің атын Найман қойдым, Қабанбайдың тауы деп аталады деді. Сол күйінде шында да 1833 жылы қартада тұр. Могила Қабанбай батырда деп. Бұл бір әңгіме. Жалпы Қаракерей Қабанбай батыр 1692 жылы Тарбағатай тауының бөктерінде дүниеге келген. Қабанбай батыр кесенесінің шырақшысы Батыр бабаның 9 таңбалы Найман тайпасы ішіндегі бай жігіт тармағынан тарағанын айтуда. Екінші әңгіме, ұрпақтары не дейді деген мән беру керек. Ұрпағының біреуі Төбе би Сүлеймен 1897 жылы бүгінгі Бақтыда үлкен жиын өткізген екен. Наймандардың түсөлін өткізді дейді. Біз съезд деген сөздің қазақшасын таппайсы, өзімізде түсөл деген сөз бар екен. Сол түсөлде Кәрібай Таңатарында бай жігіттердің, мына кісі бай жігіт қой, бай жігіттердің шежірешілері айтып отырып, бұрын бай жігіттің үйленуі Қабанбайдың жаралмашы деген 4 бірдей дастанды жырлатады, жазып отырады. Қазіргі отырар кітапханасында оригиналдары сақтаулы тұрып барып көрсең болады. Сол жерде мына кісінің арғы атасы, бұл кісі Қожақұлдан, Қожақұл Мәмбеттен, Мәмбет Байжігіттен туады. Байжігіттің үйленген жөнінде былай дейді: жайлауы дәулеткерей есіл нұра, құдалық бұрынғыдан қалған мұра дейді. Бұл кісінің туардан 75-100 жыл бұрын біз осы жерде отырмыз. Жалпы бізді сырдың наймандар деп атайды. Қабанбай батыр жоңғарларға қарсы ұйымдастырылған азаттық соғыстың даңқты қаһармандарының бірі. Азан шақырылып қойған есімі Ерасыл. Оның атасы Мәмбет те, әкесі Қожағұл да аты шыққан батырлар болған. Қожағұл батыр Ерасыл 7 жаста болғанда жау қолынан қаза тапқан. Бала Қабанбай осылайша әкесінің інілері Есенаман, Есенбай, Ерасылдардың қолында тәрбиеленген. Енді бір аңызды айтады, 7 жасына келгенде ауылдағы сол, ол 11 жастағы балалардың мазасын ала бастаса керек. Бой бар, нар бала ғой, бұл кісінің жеңгелерін қойған атын нар бала ғой. Соның әкесі қолынан жетектеп имамға алып келген екен дейді ауылдың баласына. Мынаны діни оқытпасаң, оқыт. Әйтпесе уже балалардың мазасын алып бітті деп. Кішкене бұзықтау болған ғой атамыз. Теге әр нәрсе бұзықтан шығады. Соған қарағанда бұл кісі 7 жасынан ескіше қаттаныған. Өйткені бұл кісінің әкесі 7 жасында дүниеден өтіп кетеді. Ағалардың қолында қалады Есенбай, Есенаман деген. Соған екеуіне молда келіп айтқан екен дейді: мына баладан діни оқуды игеріп болды, енді бұған беретінім жоқ. Бір екінші, мына бала бұл кешке шейін қанша қарап отырсам да діни адам шықпайды. Мынаны одан да әскерге машықтандырып керек. Міне екі аңыз, уже байқайсың ба, екеуінде де Қабанбай батырды батырлыққа дайындап алып келе жатыр. Жалпы Мәлік Қабдуллиннің айтатын мынандай бір сөз бар. Біз екі сөздің мағынасын ұмытып қалдық дейтін. Батыр ер дегеннің және сал сері дегеннің. Ер дегеніміз бұл үшін ер төстік, Керқұлат Кендебай, ер сайын, бұлар бейбітшілік кезінде халқын барымтаға бермеген, тыныштығын сақтаған, сырттан ешкімге әлімжеттік жасамаған адамдар. Ал енді батыр деген бұл соғыстың адамдары. Мыңдықтан жоғары ұстағандарды, мыңдықтан жоғары қол бастағандарды ғана қазақ батыр деп атаған. Ал сал деген екеуі жоқ, саятшылық жоқ. Ол әнші, композитор және орындаушы. Бұл үшеуі бар. Мысал, бір жан сал мысал үшін да, сонда мысал келтіретін бір жан салда ит жүгіртпеген ғой, құс салмаған ғой, ат баптамаған ғой. Ақан сері керісінше ғой. Біз қазақтың қаһарман қолбасшысы Қаракерей Қабанбайдың мазарындамыз.
Атамекенді жат қолынан қорғау жолында ат үстінен түспеген бабамыздың басына қойылған мәрмәр таста азан шақырылып қойған аты, яғни Ерасыл Қожағұлұлы 1692 жылы туылып 1770 жылы қаза болған деп жазылған. Қаракерей Қабанбайдың кесенесі 2000 жылы қарашаның 3-інде ашылған. Осы кезде Талдықорған қаласының мәдениет және тіл басқармасының басшысы едім дейді кесене шырақшысы Камал Әбдірахман. Оған басты себеп Батыр бабаның жерленген жері Целиноград ауданының маңайы екенін дәлелдеген. Сол 79 жылдан бастап Қабанбай батырмен шұғылдана бастадық. Одан 1991 жылы Талдықорған қаласында үлкен ғылыми танымдық конференция өтті. Қаракерей Қабанбай батырдың 300 жылдығына арналған. Манаш Қозыбаев бастаған тарих және этнология институтының Шоқан Уәлиханов атындағы директор академик Манаш Қозыбаев бастаған ғалымдардың бәрі келді. Сөз алған Манаш ағамыз сол осылай деп бастады. Біз де арқадан көшкен қыпшақтармыз деп бастады сөзін. Сіздер де осы жерде отырған құрметті қауым, сырдың бойынан енді Жетісуда отырған негізінен Найман мен Жалайыр өзі. Найман мен Жалайырлар, сіздер де негізінен сырдың бойынан арқаға барып қоныстанғансыздар деді. Одан кейін осы жаққа келіп қоныстанғансыздар. Қабанбай батырдың арқада нұраның бойында жатқан тарихи факті деп ол сөзін айтты. Одан кейін Жанұзақ Қасымбаев сөйледі. Профессор ғой, осы кісінің ұрпағы. Ол кісі де айтты, біз атамекеніміздің қайда екенін білеміз, атамыз сөзде жатыр деді. Сонымен бірыңғайға келді. Бірақ сенбеймін. Өйткені менің ойымда, менің атам менің басымда, қасымда жату керек қой. Бірақ олай болмай шықты ғой. Бүгінде Қабанбай батырдың ұрпақтары елдің түкпір-түкпіріне тарап, абыроймен қызмет етіп келеді. Әсіресе ғылым саласында жақын жүргені Тұрсын Жұртбай, спорттағы жетістіктерімен танымал болған Қанат Ислам. Оның алдында Мұстафа Өзтүрікті әлем танып үлгерген еді. 1931 жылы осы жерге осы кісінің тікелей ұрпағы Қыдырмолда жырауға үштініп өтіпті. Сонда басында Досан деген қария шырақшы отыр екен дейді. Ол бұл кісінің кенже ұлы Әлінің Садырбайының ұрпағы екен дейді. Сонда өзі Қытайға өтіп кетеді. Қытайға өтіп кеткен кезінде өзінің Қабанбай батыр дастан жазады. Дастан былай басталады. Ежелден мекен етіп жүреді екен, ащы су есіл нұра сары белді деп. Бағанағы топонимдер сол күйінде қайталанды, топонимдер бірақ қайталанды. 1979 жылы қазақ тарихи жырларының мәселелері деген академиялық кітап шықты. Ол кезде бір кітап шығару үшін үлкен редакциялық коллегиядан өтеді, сараптамадан өтеді. Сол кітаптың тұсаукесері Талдықорғандағы Октябрь туы газетінде өтті. Мен ол кезде сол облыстық Октябрь туы газетінің комсомол жастар бөлімінің меңгерушісі. Жас жігітпіз. Шушыға сол кітапта Қаракерей Қабанбай батырдың моласы Ақмола қаласынан 30 шақырым жердегі Октябрь совхозының территориясындағы Қабанбай тауының үстінде деп жазыпты. Шушыға да қалай ол? Бүткім Қабанбай атамыз ұрпағы, қазақшылап айтқанда Наймандар Жетісудан бастап Семей, Талдықорған өңірінде отыр, Жезқазғанда отыр, Шымкентте, Ақтөбеде отыр, Қызылордада отырғанын білеміз. Бірақ арқада қайдан отыр? Демек сонда Рахманқұл Бердібаевтың айтқан сөзі бар. Ай бала, білмейді екенсің ғой, өз тарихыңды өзің зерттесеңші деді. Ақсақал, сол түрткі болды. Баянауыл өңіріндегі қазақ-жоңғар соғысына қатысқан қазақ батырлары аз болмаған. Қабанбай батыр мен үзеңгілес ерлердің ерліктері ерен. Солардың бірі Олжабай батыр. Бізге жеткен деректер бойынша Олжабай батырның есімі орта жүзге ұран болған. Оның ерлігі, батырлығы, мергендігі, мәрттігі туралы жыр дастандарда жоқ емес. Ол сүйіндік. Бұл дарғандардың өзі бөлінеді. Біреуі мейрам сопыдан кетеді, біреуі момындан кетеді. Сол мейрамнан қуандық, бегендік, шегендік, сүйіндік болып, сосын балтаға жоғап тарайды оларды қаракесіп. Соның ішінде сүйіндіктен тарайтын осы Олжабай батыр. Олжабай батырдың атасы Құлболт дейді, оның мазары бізде керемет жатыр. Құлболттан сол енді жаңағы Айдабол дейді, Күлік, Ақпарат тұлпар деп тарайды. Сол Айдаболдан тарайтын Олжабай батыр. Мына Олжа Сүлейменовтер, солардың барлығы сол Олжабай батырдың тұқымдары негізі айнақ берінде. Олжабай батырдың сөресі дейді, оның бейті де осы біздің елімеде жатыр. Бұны қазір бұрын Благодат деген ауыл болған. Переселеністер келіп, 1898 жылдары көшіп келген. Олар алғашында Подгорный деп атап, одан кейін жаңағы Благодатный деп атаған жер. Содан кейін соны біз ономастикалық комиссияда шешім жасап, Олжабай батырдың атын бердік. Ол тұрғын енді Әлкей Марғұлан үлкен кезінде басшы болған Морозов сияқылды ол кезде Целиноград облысы бар. Соған жазған хаты бар.
Әлкен Марғұланның. Сол Олжабай батыр осы жерде жатыр, соған ескерткіш жасаңдар деп. Совет заманында енді ол кезде оған көңіл бөлінген жоқ. Біз кейінгі тәуелсіздік алғаннан кейін сол кісінің атын бердік. Енді ұрпақтары келіп үлкен сонда кесені тұрғызып жатыр Олжабай батырдың. Ел тарихында елеулі із қалдырған тұлғалардың бірі Олжабай Толыбайұлы. Оның басына қойылған мына көк таста Олжабай 1709 жылы туылып, 1783 жылы дүние салған деп жазылған. Ал мазарында соғыстың бейнелері таспен қашалып, ескерткіш ретінде қойылған. Дереккөздерге сенер болсақ, оған басты себеп Олжабайдың соғыста жүріп жеңіске жеткен жерлеріне ескерткіш орнату әдеті болған. Атақты ғалым Шоқан Уәлиханов ерлік ғасыры деп атап кеткен жаугершілік замандарда қазақтан шыққан батырлар аз емес. Осы Еремен жерінен шыққан қарт Қанжығал Бөгенбай батырмен серіктес болған үлкен батырлардың бірі ол Сүйіндік Олжабай батыр. Сүйіндік Олжабай батыр 1709 жылы туып, 1783 жылы директоры бойынша қайтыс болған екен. Негізі сол кездегі заманға сай арғындар руы сол сыр бойында оңтүстікті мекен еткен, соған байланысты ол кісі Түркістан қаласынан туған екен. Негізі әр батырға берген анықтамалық деректер бойынша, мысалы Абылай ханның берген анықтамалығында Олжабай аман болса, ел аман деген сөз қалған. Осыдан ақ ол кісінің қандай салмақты, қандай даңқты адам екендігін білуге болады. Ол кісі жалғыз батыр ғана емес, ол қолбасшыда болған адам, және де Абылай ханның жанындағы саясаткері, сенімді жаңағы серігі, нұсқаушысы болған ұқсайды. Енді елдің есінде қалған үлкен атақты соғыстардың бірі бұл кісінің қатысқан Қалден Серен қалмақтың қонтайшысы, Қалден Сереннің қолымен Баянауыл өңірінде ұрысқа кірген екен, сол жерді азат ету жолында. Сонда Шойынкөл деген аталатын көл, Торайғыр көлдерінің маңайында болған ұрыста жиені Жасыбай батырмен үлкен ұрыс жасайды. Сол жерде жиені қалмақтардың қолынан опат болады да, сол қалмақтардан кек алып, үлкен қырғынға ұшыратады. Әр күнге дейін қалмақ қырған деген сол жерде жер бар. Ал енді жаңағы Шойынкөл деген атауын ол өзгертіп, Жасыбай көл деп, қазіргі дейін Жасыбай көл деп аталып кетті. Енді қазіргі сәтте осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біздің Еремен жеріндегі Олжабай батыр атындағы ауылда сол кісінің қорымының жанынан үлкен археологиялық, тарихи, мемориалдық кешен бой көтеріп келеді. Оны Павлодар облысынан келген ұрпақтары қолға алып, өздерінің күшімен сол жерге құрылыс басталып жатыр. Былтырдан бері жүргізіліп жатыр. Енді Алласы келесі жылы аяқталмақ. Сол жерде кейін соның салтанат ашылуын жасап, үлкен бір мәдени шара өткізетін ойымызда бар. Осыны ұлан-ғайыр ұлы даланы көзінің қарашығындай сақтаған бабалар ерлігі айтып тауысқысыз дастан. Азаттық үшін атқа қонған Қабанбай мен Олжабайдай батырлар ұлан байтақ жерді ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келген. Талай дұшпанның тіккен көзден сақтаған батырларымыздың атын ұлықтау енді біздің міндетіміз.